Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Люмус подкаст рубрикасы және де оның жүргізушілері Айдос Маратов және Сакен Дархан. Бүгін бізде қонақта клиникалық фармаколог, хирург, жастар қанатының төрағасы және де қазіргі таңда Қазақ ұлттық медициналық университетінің фармакология пәнінің мұғалімі Молайханов Шахмұрат Анарханович. Ағай, қош келдіңіз біздің подкастқа. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Қош көрдік. Енді подкасттың тақырыбын Айдос өзің айта кетсең. Құрметті достар, бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы болашақ абитуриенттерге, яғни бірінші курсқа келетін студенттерге арналған университеттегі алғашқы қиыншылықтар туралы, университеттегі өмір туралы бүгінгі подкастта талқылайтын боламыз. Ендеше подкастымызды бастайық. Ең алғашқы сұрақ, ағай, барлығына осы сұрақ қызық болады деп ойлаймын. Не үшін медицинаны таңдадыңыз? Енді медицинаны таңдауым себебі мектеп кезінде сол барлығымыз болашақта кім боласың деген сұрақтар туындайды ғой. Сол кезде всегда мен айтатын едім, болашақта хирург боламын деп айтатынмын. Сондықтан осы ары қарай 11-ді бітіргеннен кейін сол медицина саласын таңдап оқуға түстім. Қазір таңда өкінбейсіз бе медицина болғанына? Кейде өкінген жағдайларда болды, шын айту керек, сондай жағдайлар. Қазір онда ол жағдайлар туралы сөйлесеміз. Онда келесі сұрақты Айдос өзің қойсаң. Менде мынандай сұрақ туындап тұр да, ағай. Қазіргі таңда көп студенттер, мысалы, өзіміздің қатарластарымыздан да көріп жатамыз да, бір студенттер ата-анасының айтуымен түсіп жатады, бір студенттер шынымен де осы медицина саласын қызығып, армандап түсіп жатады да, болашақ дәрігер боламын деп. Мен сіздің ойыңызды білгім келіп тұр, ағай. Осы ата-анасының айтуымен түскен студенттер осы медицина саласында оқи алады ма, жалпы? Медицина саласына түскен студенттер өзінің бір қалауымен түскен дұрыс деп ойлаймын, менің жеке пікірім. Себебі біз оқуға түскен кездер достарымыз болды, бізден төменгі курстарда оқыған студенттер болды, барлығын көрдік. Өйткені қанша студенттер отчисленияға кеткендер болды, қаншасы оқып бітіргендер де болды, бірақ көбісі медицина саласына қазір қызмет атқармайды. Оның себебі мен ойлаймын, өйткені ата-аналар яғни өзінің балалары үшін бір қолайлы жағдай жасап беру керек. Өйткені неге қызығады, сол мамандық таңдаған дұрысырақ деп ойлаймын. Себебі ол қызықпаса да енді біреулер достары, не болмаса туысқандарының балдары оқып жатыр медицинада, одан сен қалай олар сияқты оқи алмайсың деген сұрақтар туындайды ғой, енді бір-біріне салыстыру мақсатына. Сондай мақсатта түсірген студент әлі күнге дейін оқып жатқандарды көрдік, бірақ та ешқандай бір жетістікке жеткен, не болмаса бір жерде дәрігер болып жұмыс істеген ешқандай не жоқ. Сондықтан бұл мамандықты міндетті түрде өзі қалап, сол мамандыққа деген өзінің бір құлшынысы болған адамдар ғана таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Онда ең алғаш университетке түскен кезіңізден бастап сөйлесейік, ағай. Алғашқы курстарда бірінші сабақтар қалай болды, қандай сезімдер болды, сол алғашқы сезімдеріңізбен бөліссек, себебі біздің сол жақын абитуриенттерге бұл сұрақ өте қызық болады және керекті мәлімет деп ойлаймыз. Енді бірінші курс кезде бәрі біз енді ауылдан келгеннен кейін қалаға келдік. Ол кезде бәрібір университет жаңа өмір болғаннан кейін қиындықтар туындайды, өйткені бірінші қыркүйектен басталып бізде сабақ басталып кеткен. Ол кезде барлық біздің топқа жиналғанда жан-жақтан жиналдық барлығымыз, бір-бірімізді танымаймыз, жаңа орта дегендей. Мұғалімдер барлығы мектептегіндей емес, енді барлығы түсінеміз оны. Бірден сабақ басталып кеткенге сәл қиындықтар туындады. Міндетті түрде айтатын болсам, осы бірінші курс кезінде барлықтар қиналатындай ең бір сабақтар болады ғой, бәріміз білетін химия, одан кейін молекулярлық биология деген сабақтар. Сол сабақтар барлығымыз үшін қиын болды. Сабақтардан қиналып, рубежкалардан төмен алып жүрдік, стресс болған жағдайлар да болды. Бірақ та Құдайға шүкір, бәрін өзіміз еңбектеніп оқығаннан кейін бәрін үлгердік деп айта аламын. Мысалы үшін мектепте барлығымыз осы медицина түсетіндер в основном алтын белгілер ғой, жақсы оқитындар ше. Сол бірінші нашар баға алған кезде қандай сезім болды? Бірінші біз сабаққа келген кезде мен өзім молекулярлық биологиядан қатты қиналған, биологиядан. Сабақ кезінде барлық топтар жиналғаннан кейін мұғалім сабаққа кірді. Бірінші күн дайын отырмыз. Бірден сразу барлығымыз ат жөндерін жазып алды. Кімдер ұбыттан қанша балл жинады, биология бойынша сұрады да бізден. Мысалы мен биологиядан 25-тен 25 жинағым сол кезде ұбытта. Айттық бәрін. Бір уақытта мұғалім келді, барлықтарымызға тест дайындап келді. Сол 10 адамның бәріне 10 түрлі вариантта тест беріп, сразу сол жерде бағалады барлықтарымызды. Енді төмен алғандар да болды, жоғары алғандар да болды. Былай қарағанда шокқа түсе бастады. Қарасақ сұрақтар бәрі ерекше мектептен, генетикадан сұрақтар көп бірінші күннің өзінде. Содан кейін ақырындап мектептен кейінгі бәрі міндетті түрде қиын болады екен. Ол үшін көбірек оқу керек екенін түсіндік біз. Сенде ше, бірінші түскен кезде қандай сезімдер болды? Мен де осы ағайдың сөзіне қосып кетейін.
бірінші курсқа түскен кезімізде сіз айтқандай жаңа 1 сентябрьден бастап сабақ басталып кетті бізде де. Әлі есімде бірінші сабақ бізде анатомия болған. Анатомиядан білмейміз, алдын ала оқып келу туралы ондай понятие жоқ басында. Сонымен анатомия сабағына кіреміз, латынша бір сұрақтар қояды, оны біз түсінбейміз, оқымағанбыз, өте қатты қиын болатын. Себебі мектеп кезінде біз бар болғанда 5-6 сабақты бір жарты сағат, 40 минутта оқитын едік қой, өздеріңіз естеріңізде болса. Ал мұнда келген кезде 10 сағаттап, 12 сағаттап оқыған кезде датавой стресс болғаннан бүйтіп дірілдеп ұйықтайтын едік төсекке барған кезде. Бірінші анатомия кітапты ашқан кезде латынша сөздер тұрады, сонымен группаға жазамыз ғой, мына латынша сөздерді жаттау керек па деп ше. Сосын андай болатын, тек қана анатомия емес, химиядан да сондай еді ғой. Сәл мектепке қарағанда өзгешелік бар еді да, себебі көп студенттер осы именно медициналық химиядан құлататын еді кафедра. Сіздердің кездеріңізде қалай болды сол кез? Енді біз кезде де енді бір потокта көп студенттер болса, солардан 70%-ай химиядан құлайтын еді, летаға қалатын еді. Молекула биологиядан тоже көп болды, қанша. Өйткені химиядан қатты қиналдық. Өйткені лабораториялық жұмыстар болатын еді. Молекула биологиядан есептер шығару деген нәрсе, біз мектепте ондай есептер шығармағанбыз. Былай жалпылама оқығанбыз, енді бұл жерде медициналық болғаннан кейін қатты қиналғанбыз. Ол жерде тек мен емес, ойлаймын барлық студенттер 95% қиналған. Келісемін. Дархан өзі бізде қиналдық, иә? Мен медхимиядан вообще пересдача қалып кеткен. Келесі сұрақ, сіз бізге сабақ беріп жатқанда да айтасыз, конспект жазу керек деп. Сұрақ мынандай болады. Осы конспекттің жалпы маңызы қандай, және де осы қиын сабақтарды оқуда қандай лайфхактар қолдансақ болады? Енді мен өзім практикамда болған нәрсе, оқуға түскеннен бері, оқуды бітіргенге дейін бүкіл сабақтан конспект жазған. Бүкіл сабақтан. Ол керек сабақ па, или онша керек емес болса да, сөйтіп оқитын едім. Себебі мен конспект жазбасам, өзім сабақты онша дұрыс түсінбеймін. Экономика болса да, экология кейде сабақтар болды ғой, мысалы, социология деген сабақтар, ол барлығына мен сабақты түсіну үшін, баға алу үшін міндетті түрде конспект жасайтын едім. Бүкіл сабақтан бірдей. Бірақ енді менде ерекше өзім есіме қалған бұл фармакология. Білмеймін, осы бумеранг дейді ғой, сол үшін фармакология кафедрасына бардым ба. Сол 2-ші курс оқып жүрген кезімде фармакологиядан 96 парақты дәптерді толтырып жазғам. Ол дәптерін әлі күнге дейін қолданамын, конспектті. Сабақ кезінде. Кейде студенттеріме көрсетемін оны, осындай кездегі дәптерін деп. Өйткені дәптерге жазған сайын мен есімде жақсы қалатын еді. Сондықтан конспект жасайтын едім. Енді кейбіреулерде болады, конспект жазда есте қалатындай, олар өте аз деп ойлаймын. Өйткені міндетті түрде конспект жазса, кітаптан оқып жатқан кезде міндетті түрде адамның есінде көбірек қалады. Еще бір жағынан көзде сақтау несімен, одан кейін жазып отырып та сондай болады. Енді адамның қабілеттілігіне қарай ғой. Қабілетіне байланысты. Осы мынандай болатын еді. Бірінші сабаққа барамыз ғой. Сол кезде мұғалімге көбіне ұнауға тырысып жатамыз да біз. Бірінші первое впечатление дейді ғой. Соны қалдырғымыз келеді мұғалімдерге. Содан кейін жаңағы қиын сабақ болсын, оңай сабақ болсын, ұнаған мұғалімдер болса, көбіне есімізде қалады біздің. Сіздің сондай есіңізде қалған мұғалімдер болды ма? Және несімен есінде қалды? Енді менің есімнен қалған көп мұғалімдер болды. Бізде көбірек сабақ берген мұғалімдердің көбісі кафедра меңгерушілері болды, профессорлар сабақ берді. Біздің топ негізі ең күшті топ болды университет бойынша деп айта аламын. Себебі 1-ші курстан 5-ші курсқа дейін бірге оқыдық, ешқандай тобымыз шашылған жоқ. Барлығы бір-бір үшін көмектесетін, ондай болады ғой студенттер, эгоисттер. Ондайлар бізде болмады тобымызда, өйткені барлығы бір-бір үшін көмектесіп, тестте болса да, емтиханда да болса да барынша көмектесетін студенттер болды. Енді мұғалімдер келетін болсақ, менің есіме қалған 1-ші курста бізде клиникаға кіріспеген сабақ болатын еді. Сол кезде біз жаңадан келдік қалада, общежитиядан орын алған жоқпыз, біз квартирада тұрдық. Сол кезде сабаққа бару керек болды, ол 5 сентябрь ме еді сол уақытта. Таңертең квартирадан шығып бара жатсақ, досым екеуміз квартирамыздың несі кілттенбей қалды, квартира. Иә, енді екеуміз сабаққа бердік. Ана досымда ол молекулалық биология сабағы, менде клиникаға кіріспе. Бірақ менде алыста Каменка жақта болған. Ол кезде біз таксимен жүру деген нәрсе жоқ енді. 128 автобусқа шығамыз, Абайдан отырамыз, содан кейін сол неге барамыз, поликлиникаға. Содан кейін енді екі вариант бар, не істейін білмейміз. Одан кейін біздің политехта оқитын бір досымыз бар еді. Соны звондап шақырдық. Келіп енді квартирада отыра тұр, несі істемей жатыр. Сонымен енді уақыт өтіп бара жатқаннан кейін мен кете берейін деп, досымды күтпей мен кетіп қалдым ол кезде. Кешігіп бардым ол неге сабаққа, одан кейін апай әрең кіргізді. Ол кісі Роза Оразына әлі күнге дейін жұмыс істейді, сабақ береді. Өткенде көрдім нені.
И ол кезде кешіп келгенім үшін ол кісі бәрі сабаққа дұрыс дайындалып барған бір күн бұрын. Барынша дұрыс бағалауға тырыстағын, сен кешіп келген үшін бағаңды мен азайтамын деп сол кезде маған 85 қойып берген. Бірақ өте талапты, айтқан істеткізетін, сабақ кезінде конспект аштырғызбайды, тек студентпен сұрап жауап жасап бәрін түсіндіретін кісі еді. Сондай бір супер кісі болған. И екінші курста тоже клиникаға кіріспей 2 болды, тоже сол кісіге түсіп қалдық. Мен ойлаймын, сол кісіге түскен біз үшін ең үлкен бір жетістік деп айтамын. Өте мықты кісі еді ол кісі. Одан кейін есте қалған тағы өзіміздің фармакология кафедрасының қазір меңгерушісі Эльмира Маратовна сабақ берген. Ол кезде сабақ өте қызықты өтетін еді. Және де студенттер барлық қызығып, қандай дайындалып келеміз. Бірақ енді бағаны біз ол кезде ең жоғары дәрежеде алмайтын едік. 75-85 сол стипендия маңайында аламыз, барынша дайындаламыз. Сабақты өте күшті түсіндіреді, және де студенттермен қарым-қатынас өте жоғары еді. Өйткені студенттерге күліп обращение жасайды, барынша түсіндіреді. Сөйтіп сол апайдың сабағына келген кезде біз бәріміз группамен бір көңіл күйіміз жақсы болып отыратын еді. Бізге ешқандай кері әсер беріп, сабақ оқуға ешқандай кедергі келтірмейтін еді, сондай жағдайлар. Біздің де есімізде сабақты жақсырақ өткен, қызықтығы өткен студент мұғалімдер көп есімізде қалады ғой. Сіз айтпақшы, Эльмира Маратовна маған да берген, өте керемет кісі. Болашақта Эльмира Маратовнаға түсіп жатсаңыздар, қуана беріңіздер. Еш Ақмарат ағаға түсіп жатқансыз, түссеңіздер қуаныңыздар. Келесі сұрақ, жалпы барлығымыз білеміз, бәрібір жақсы мұғалімдер болады, жаман деп айта алмаймыз, токсичный мұғалімдер болады ғой. Бізде мынандай болды, өз басында қандай көз, қандай не айтпай қойын. Бір сабақтан бардық, сабаққа, содан кейін тест тапсырдық, 10 сұрақтық. Мен 5 алдым, 5 балға жауап бердім да. Содан кейін апай маған айтады, Дархан, Марста ұшып жүрсің ба дейді. Мен иә дедім да ол апайға. Содан кейін ол маған айтады, өліп қал дейді. И дәл солай группаға тиісті да, сол апай. Вот сондай токсичный мұғалімдер жалпы кездесті ма? Ондай мұғалімдер жалпы қалай сөйлесу керек? Негізі ондай мұғалімдер кездесіп тұрады. Менің басымнан да өткен. Біз 3-ші курс оқитын кезде бір семестр біз модульный система оқитын едік. Ол бітіргеннен кейін 2-ші семестрде көктемде бізде как циклдік сабақтар басталатын еді. Так, ол кезде бір қызық нәрсе, мен яғни квартирада тұратын досым сол сабақты тапсырған болады, 10 күндік болатын. И ол барады да барлығын жақсы тапсырып, ешқандай бір қиын да емес, и 95-ке жабады сол сабақты. Содан кейін как раз мен экзамен тапсырып біткеннен кейін ертесі күні сол сабақ басталу керек. И сол сабаққа барайын деп едім, енді кешке дейін тапсырып экзаменнен келіп шаршадым, таңертең ол сабаққа барғым келмей тұр еді, досым айтты, бір күн бармасаң ештеңе етпейді ол сабаққа, потом ары қарай аласың деді. Хорошо деп ол күні мен спокойно ұйықтадым. Бір күн сабаққа бармадым. Ертесіне басқа сабаққа барсам, мұғалім өте қандай де стерва апай, былай айтқанда. Ұнамайды, сабақ басталғаннан бастап тиісіп жатты. Сразу бірінші күнге ембіні қойды, енді ол дұрыс, енді өйткені менде справка ешқандай не жоқ. И сразу сол күні не аламыз деді. Рубежный контроль сияқты, нелер аралық бақылау сияқты тапсырмалар аламыз деп, маған бірінші тақырыптан не қойды, сұрақтар қойды. Мен бірінші тақырыпқа келмеген, ол нәрсені түсінбеймін. Сонда кейін мен оған жазып бере алған жоқпын, и екінші сабаққа тоже 0 қойды. Тағы да келесі сабақтардың уже 85-90 алып жаттым. И апта сайын рубежка тапсырамыз. Бір апта біткеннен кейін рубежка басталатын уақыт болды. И ол кісі қолында билет таратады. Билет таратқан кезде именно маған бірінші күннің тақырыбын сұрағын берді. Специальный берді. Одан кейін ол сұраққа мен толықтай жаза алмадым, өйткені ол билет 3 сұрақ болды. Мен бірінші, екінші сұрақты білмеймін, бірінші тақырып. Одан кейін екінші сұрақ, үшінші сұрақты жазып бердім. Ол кезде 65 қойып берді маған. Бірінші, екінші сабақтарымыз ол кезде 0 болды. Одан кейін ары қарай қарасам, мен даже лето қалып кететін жағдай болып жатыр, өйткені келесі рубежкадан жоғары алуым керек. Ол апай сабақтың соңына дейін тырысқанның себебі, бірінші күн маған сабаққа келген жоқсың, сол үшін маған әдейі қасарласып, сабақтың соңына дейін тек қана жақсы оқып келген кезде төмен баға қоятын болды. Ол не үшін үйтіп жатқанын мен әлі күнге дейін түсінген жоқпын. Себебі, хорошо, бірінші сабаққа келмедің, 0 алдың, болды, онымен біту керек негізі. Ол каждый раз бірінші сабақтың сұрағын қояды, емтиханды тоже өзі қабылдап, сол кезде сондай болып, даже лето қалатын жағдай болып, әрең стипендияға ілінетіндей баға алып үлгерді. Негізі бағана айтып жатқан первое впечатление дедік қой, сол жағдай осыған келіп тіреледі да. Саған бірінші мұғалімнің қалай көзқарасы қалыптасады, сенің бағаң да соған сай. Сабақтың соңына дейін дұрыс оқып келіп, мысалы 100-ге оқып келсең де,
и бәрібір сол бастапқы бағаның 85 сондай қойып беретін мұғалімдер де болды енді арамызда. Енді тағы бір сабақтан болды, мен бір группада енді бәріміз оқығаннан кейін бір бала ауыртқа арада 3-4 күн келген жоқ, справка болған жоқ, бірақ оған эмбо қойып жатты. И менде 4-5 күн сабаққа келіп нөл алған күндерімде болды. Сабаққа келіп отырасың, бірінші парасында сұрақтардың бәріне жақсы жауап бересің, бәрін айтасың, жақсы, молодец деп айтады. Екінші парада уже сұрақтар қойғанда жауап бере алмай қалсаң, айтады, сен тек қана кітаптың бастапқы бетін ғана оқып келгенсің, ары қарай оқымағансың, сол үшін бүгін 0 дейді. Сөйтіп 5-6 рет сабақта мен 0 алған күндерім болды сабаққа келіп тұрып. Жаттап алғансың деп айтады ғой. Иә, сондай нәрсе көп болды. Иә, келесі сұрақ мынандай ағай. Біз бағана первое впечатление болсын. Бірнеше рет қайталап жатырмыз. Негізі студент пен мұғалімнің арасында қарым-қатынас қалай болу керек? Негізі студент пен мұғалімнің арасында қарым-қатынас өте маңызды. Себебі барынша мұғалімнің айтқанын жасау керек. Енді әр мұғалімнің мінезі әртүрлі мысалы. Енді біз кезінде де болды, енді сендер кезде бар шығар. Біз сабаққа барудан бұрын қай мұғалім сабақ беретін болса, міндетті түрде информация жинау деген нәрсе. Бәрімізде бар. Енді мен общага тұрмағаннан кейін мен информация көп жиналмайтын едім. Группаластардың бәрі жинап келеді, бірінші чатта талқылаймыз қандай мұғалім, қалай дайындалып бару керек, көбірек қай кітаптардан сұрайды деген сияқты сондай нәрсеге дайындалатын едік. Енді сабаққа барған кезде барынша енді сабақ айтуға тырысатын едік, барынша апайлардың, ағайлардың айтқанын тырысқанбыз. Но кейде болады сондай барынша бәрін дұрыс айтсаң да, не айтсаң да, ұнатпайтын мұғалімдер кездесіп жатты бізде де. Ағай, сіздің бірінші сабағыңызға дайындалу біз үшін бар, біздің группа үшін стресс болды ғой. Не шығады ғой? Қандай мұғалім беретін шығады, группаға жібереді, сонымен Шахмұрат ағай дейді барлығы. И бізге Шахмұрат ағай 50 қояды, 25-30 қояды, по факту қояды деп не істейді. Сол кезде мен фармакология препараттар оңай жаттайтынмын ғой. Қараймын да, неврология модуль препараттар жаттай алмаймын. Группамен қорқып отырмыз ғой сіз келеді дегенде ше. Алдын ала дайындалып келеді екен, оны байқадым мен. 1-2 рет студенттерге қандай кітаптардан, қандай сайттардан оқу керек, соларды мен кеңес бердім оларға. Келесі бір жаңадан бір топ келді, кірсем барлығы сол именно сол сайтты ашып алған, сол кітаптарды дайындалып келген. Содан кейін байқадым, олар уже мұғалімдер туралы информация жинап дайындалып келеді екен. Иә, өзіміз болса да сондай жинастырасың ғой бірінші. Қалай жауға болады? Бізден де өткен бәріміз сөйтіп сұрап, сол қабылдайтын мұғалімнің несіне қарай дайындалып баратын едік қой сабақтарға. Группада мынандай не бар? Мұғалімге қатты жақсаң вазелинсің дейді да. Так, енді келесі сұрақ, сіз бізді біршама олимпиадаларға қатыстырдыңыз. И сол кезде қатты көзге түскен сіздің тәлімгеріңіз Вивек деген оқушы, қазір GPA 3.9 ол иә студенттің. Сол туралы айта кетсең, және оның қандай кеңестері қазіргі біздің түсіп жатқан абитуриенттерге бізге көмектесе алады, қандай лайфхактары? Енді ол Вивек сыныпта барлығы таныса керек деп ойлаймын, бүкіл мұғалімдер, оқытушылар, студенттер де біліп жатады. Өйткені былай айтқанда хит студент қой біздің универдегі. Енді ол маған 2-ші семестрда түсіп қалды группада ол студент. И бір күн сабаққа келсем, студент кешігіп келді, ол шамалы кешігетін әдеті бар. 8-де сабақ басталса 8:10-да келеді, сондай. Содан кейін сабаққа кіргіздім. Енді бал минус жасаймын деп айтты оған. Хорошо, жарайды деп айтты. Отырғызды. Содан кейін группаларынан сабақ сұрап жатырмын. Сұрап жатсам, салыстырмалы түрде жаман емес, но дайындығы аз. Бір уақытта үй қолын көтеріп мен шықсам бола ма деді. Сонымен тақтаға шығарсам, мен тақтаға сызуым керек деп бор сұрады. Мен бор тобы алып келдім. Біраз уақытта қарасам, ол студенттің білім деңгейіне баға беру өте қиын екен. Яғни оның білген нәрселер өте көп. Мен өзіме таң қалдым, шын айтамын, мұғалім болсам да. Одан кейін сұрадық, қанша уақыт оқисың сабақты? Десем, бар жоқ 2 сағат дайындаламын дейді. Бірақ жеке өзі квартира тұрады екен, өзі ешкім оған кедергі келтірмеу керек, барынша өзінің не бойынша дайындалады. И бір маған таң қалдырғаны, ешқандай конспект жоқ онда. Конспект жазбайды, сабаққа кітап алып келмейді, тек қана келеді и план жазып жоспар жасап алады. И бірінші тақырып айтқан кезде нені айтамын деген сияқты бүкіл сол дайындалып, мысалы жүйке жүйесінің не препараттар болатын болса, соған бір өзі жеке бір план жасайды, неден кейін нені айту керек, и сол бойынша ғана айтады. И қасында бір студент отырады, өзінің досы, соған бағана парақты беріп қояды, неден кейін айту керек. Если алгоритм қателессе, бағана айтып, мынаны айту керек, қалып кетті деп, и сол бойынша сабақ айтады. Енді сабақ айту тәсілі оныкі былай басқа студенттерге қарағанда өте ерекше. Яғни 100% ерекше деп айтсам болады. Себебі бір тақырыпты бастаса, сол тақырыпты бастамастан бұрын сол ауру не екенін айтады бірінші. Одан кейін оның физиологиясы бар, анатомиясын айтып өтеді.
керек болса иногда препараттар биохимиялық нелерін айтып өтеді. Және де енді көбіміз істеп жүрміз сол салада, бірақ мен ойлаймын, каждый препараттың химиялық структураларына дейін сызады, сызбаларын, элементтердің структураларын дейін сызып, мысалы фторхинол нұр тобын өткен кезде не үшін олай аталған, соның барлығын сызып студенттерге түсіндіріп, былай айтқанда ерекше оқиды. Білмейтін сұрағы жоқ былай қарағанда. Көптеген әдебиеттерді оқиды, көбірек шетелдік әдебиеттерді оқиды. Содан кейін ойлаймын, сол студенттер бір кеңес алса да, сұраса да өте жақсы, информацияны өте жақсы жылдам табады, жаңалықтардан бәрін хабардар. Былай енді общение жасап жатамыз ғой, енді сұрап жатсақ, сабағына да үлгереді, қосымша басқа жұмыстар істеуге де, яғни сабақтан тыс уақыт өткізуге де барын үлгереді. Былай қарағанда 100% супер студент деп айтуға болады. Сіз қанша қоясыз ағай осы студентке? Мен бірінші сабақтан бастап 100 қойдым, сабақтың соңына дейін сол 100 кетті. Енді басқа баға жоқ, если 200 болғанда 200 қойып беретінмін сол студенттерге. Келесі сұрақ мынандай да, менде өз өмірімде болды да, осы университетке түстік қой, оған дейін жаңа достарымыз да көп еді, көп араласатын, көп қыдыратынбыз да. Осы метқа түскелі бері жаңағындай 10 сағат, 12 сағат сабаққа арнаймыз, достарымызға уақыт бөле алмаймыз, олар звондайды, алаға шайық, бір жаққа қыдырайық, клубқа барайық, анда барайық деп, шыға алмай жатамыз да. Сонда бүйтіп айтатын еді, ой Айдос, сен ғана сабақ оқи бересің ба, Гиппократ болып кететін болдың ғой деп прикол ұстайтын да. Ол менің көңіліме қатты тиетін. Соны мен ойлап, сізден былай сұрағым келіп тұрды ағай. Жалпы осы медицинада оқыған кезде орта қаншалықты маңызды? Негізі медицина саласында оқығанда орта өте маңызды, яғни 100% адамды өзгертетін орта деп айта аламын. Себебі мысалы мен өзім тобымда байқаған нәрсе, тобымда барлық өңкей жақсы оқитындар еді. Бәріміз жан жақтан жиналған, барлық оқиды. Біздің топ сабақты бірге оқимыз всегда. Қандай қиын сабақ болса, сабақтан 1 сағат бұрын ерте келеміз университетке. Бәріміз бір кабинетке жиналамыз дағы, сол кабинетте алдын ала дайындық жасаймыз. Ал сабақтан біткеннен кейін бәріміз бағаларымыз жақсы болатын болса, топпен бірге қыдыратын едік, бәрін үлгереміз. Енді өзіміз ауылдан келгеннен кейін ауылдағы достарымыз ақырындай азая бастады деп айтсақ болады, өйткені көбісі енді біз ауылға 6 айда бір, сол семестр біткенге барамыз ғой, сол кезде барса айтады, ой, сен бізді қалаға барып менсінбей кеттің, не болмаса бізбен хабарласпайсың, не жазбайсың деген сияқты нәрсе әңгімелер көп болатын еді. Өйткені күнде сабаққа келесің, одан кейін сабақтан кейін жұмыстар, ары қарай уақыт болмайды. Негізі ол достар шеттету емес, но бірақ та ол үшін как қолайлы фактор болмайды, олармен хабарласып, бірге барып қыдыруға, жүруге уақыт аз болады. Сондықтан медицинада оқыған көп адамдар оны біледі, барлықтарында сол жыл өткен сайын оларда достар азая бастайды. Былай қарағанда ол қалыпты жағдай деп ойлаймын өзінше. Менің пікіріммен. Ағай, ол бірінші курста түскен кезде ше, енді ең мықтылар жиналады ғой медицинские. И сол мен бірінші түскен кезде біздің группада Мишаның қызы болды ше. Енді барлығын біледі анау қыз. И сол кезде мен үшін стресс болды да, мен мектепті жақсы оқып бітіргеннен кейін бір стресс болды. Сізде сондай жағдай болды ма? Группада бәрі жақсы оқып жатып, сіз қалып кетіп жатқан сияқты. Болды ондай. Басында сабақтардан қиналып жүрдім. Бізде дарынды оқыған студенттер болды. Потокта басқа жақтан күшті бір гимназия мектептер бітіргендерден келді. Мен өзім бір қарапайым бір ауылдың мектебін бітіріп келген студент болдым. Сонда иногда болатын еді, ана студенттер өте жақсы оқиды, оларға қарағанда сәл төмендеу оқимын, барынша талпынатын едім. Бірақ ол студенттің қай мектепте оқығанын ештеңе шешпейді деген былай қарағанда. Алтын белгілер оқыды, одан кейін өте жақсы бітіріп келгендер оқыды. Бәрібір салыстырмалы түрде қарағанда ол адамның өзіне байланысты екен. Яғни сол оқу ордасына түскеннен кейін ары қарай өзін қалай дамытады, қалай дайындалады, барлығы студенттің өзіне байланысты. Так, келесі сұрақ ағай, бізде жалпы пәндер көп, бірінші курста түскенде социология, политология, культурология деген сабақтар болды. И вот сол барлық сабақтарды терең оқыған дұрыс па? Енді барлық сабақтарды терең оқыған дұрыс па деген сұраққа мен жоқ деп айтатын едім. Өйткені керек емес сабақтар да болады. Мен оның өзім жеке пікірім. Өйткені маған бір ұнамаған жері, біз оқуға түскен кезде анатомия сабағы бар жоқ 10 күн болған. Бірақ біз социологияны 21 күн оқығанбыз. Наоборот, анатомия көбірек күн. Вот, сондай нәрселер өте көп болды. Сол кезде біз қатты ренжігенбіз топпен. Өйткені бізге ең негізгі сабақ анатомия деп үйренгенбіз ғой бұрыннан, дұрыс па? Сондықтан бізде бар жоқ 10 күнде анатомияны бітіріп кеттік. Одан кейін тек қана ары қарай социологияны 21 күн оқығанбыз. Философия деген сабақтарын тоже 21 күн оқығанбыз біз кезде.
олар негізі енді керек шығар, енді олар бір аптаға сағатын қысқартылған түрде қоюға болады. Бізге негізі основной неге басқа сабақтарға көңіл бөлу керек. Базовый пәндерді жоғарылатса сағат. Ағай, мынандай не бар да, біз көбіне уақытты дұрыс таба алмай жатамыз сабақтарға ше. Мысалға бір сабаққа керек емес, жаңағы айтып жатқан социология, экология деген сабаққа 3 сағат, 4 сағат құртамыз, оқимыз, информация көп та, 10 бет береді, 20 бет береді. Сондай уақыттарға біз қалай тиімді пайдалансақ болады? Дедлайн деген нәрсе бар ғой. Қалай жүйелесек болады? Енді былай біз негізі экономика, экология деген сабақтар болған кезде біз группамен бөлісіп алатын едік. Сабақтарды, тақырыптарды. Сен мына тақырыпқа дайындалып кел, біз мынаған дайындаймыз деп, барлығымыз информация дайындап группаға жіберетін едік. Сол бойынша оқитын едік бөлісіп. Енді керек сабақтар, ең негізгі сабақтарға бәріміз өз бетінше дайындаламыз, өйткені бөлісіп алып оқу деген нәрсе болмайды. Мысалы бір студент бірінші тақырыпты алады, егер мұғалім одан екінші тақырып сұрап қалса, ол студент білмейді. Сондықтан біз ең керекті сабақтарды өйтіп бөліспейтін едік. Тек қана сол біз өзімізге қатысы жоқ сабақтар дегенді ғана сол бөлісіп дайындалып келетін едік сабақтарға. Енді бұл кезде дайындалғанда барынша негізі адам уақыт таба алады бүкіл нәрсеге. Если ол уақытын дұрыс тәртіпке салып, дұрыс реттейтін болса, барлығына сабақ оқуға да көңіл бөледі, қыдыруға да, достармен араласуға да бәріне болады. Барынша оларды как регламент жасап, дұрыс қолдана білу керек. Яғни керек емес нәрселерге уақыт кетірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сонда адам уже қазіргі күнде бізде социальный сеть дамыды ғой, дұрыс па? Көбісі Инстаграмда, ТикТокта отырады, WhatsAppпен сөйлесіп отырады. Бұлай қарайтын болса, анализ жасап, даже сотканы ашып ішінен анализ жасаса, ең 7-8 сағат, 10 сағаттай уже уақыт соған кетеді. Ары қарай қарайды, одан кейін сабақ оқуға негізі уақытым жоқ деп ойлайды. Сондықтан негізі біз оқуға түскен кезде WhatsApp болмады. WhatsApp болған шығар, енді мен өзім қолданған жоқ бірінші курста. И ол кезде біз соткадан көшіру деген, интернеттен іздеу деген нәрсе болмады. Біз тек қана кітапты қалай оқимыз, дайындаламыз, кей кезде қиналған кезде жаттаймыз кітаптардан заттарды, енді сондай оқыдық біз. Өйткені шпаргалкадан көшіру деген нәрсе, соткамен қолдану деген нәрселер ондай болмады. Барынша тек бізде бір ғана жол кітаппен оқу болды. Кездеріңізде жақсырақ болған сияқты да. Ал біздер не қазір 10 бет оқысам, жарты сағат Инстаграм кіріп алайыншы, жарты сағат ТикТокқа кіріп алайыншы деген сондай сылтауларымыз болады. Бір жағы біз кезде не дамымағанда дұрыс болды деп ойлаймын, техника дамымағаны. Өйткені соткаға сену деген нәрсе болмаған. Біз барынша енді бірінші, екінші курстарда сол кітаппен ғана дайындаламыз. Ары қарай үшінші курстан кейін дамығаннан кейін бізде ақырындап интернеттен іздеп сөйтіп қолдана бастадық. Ауыр мәселе ғой. Қандай болады? Экзаменге дайындалып барасың, и жанында, допустим, группаласын дайындалмай келеді, и ол телефоннан жақсы көшіреді да, көшіріп сенен жақсы алады, и сосын жүрегіңе қалып кетеді ғой. Иә, біздерде болады. Иногда мен керек емес сабақтардан кітапты ашып қойып, кітаптан оқитындар дейтін бар еді. Группаластарым бар айтатын еді. Сен не бойынша мастерсің деп кітапты қоямын, орнынан тұрғаннан кейін кітапқа былай көзім қырын салып сөйтіп оқып беретін едім керек емес сабақтарды. Алдында бір айтып қалғаныңыз бар еді ғой. Сөздерді керісінше оқи аламын деп. Иә, кітапты қойып студенттер бәрі айтады, сен бойынша мастерсің, мынандай сондай бір талантың бар деп айтатын еді кітаптан оқып беру бойынша. Ондай жоқ қой бізде. Ондай болса. Келесі сұрақ ағай, сабақтан қиналған кезде біз Айдос екеуміз бір курстарға жазылдық та, сабаққа байланысты Айдостың опыты бар, өзі айтып берсе, содан кейін сұрақ бізде сабақтан тыс курстарға қатыстыңыз. Біз кезде ондай сабақтан тыс курстар деген болған жоқ, и біз қатыспадық. Бірақ та мен бір химиядан қиналған кезімде бізде бір құрметті бір профессорымыз бар еді, Жеңіс Жанғалиев деген кісі. Сол кісі сабақ беретін еді химиядан басында. Сол кісіне біз қосымша дайындауға барайық дегенде ол кісі жоқ, ондай уақыт қосымша сабақтар жүргізе алмаймын деп айтатын еді. Бірақ та сабақтан қалып бізге студенттер үшін өзі ешқандай ақша алмай, тегін түрде көмегін беріп, түсіндіріп сөйтіп өткізетін еді. Бірақ басқа ешқандай курстарға бару деген нәрсе ондай болмады менде өзімде. Бізде болды сондай курс деген. Бірінші курста өзі басым жаңа айтып отырмын ғой, бағанадан бері анатомиядан қатты қиналдым. Өйткені менде база жоқ еді да. Жаңағындай бөлмемнің бүкіл стенасына остеологияның сүйектерін қойып қоямын. И сосын жаңағындай чаттарда бізде 5-ші курстың бір қызы болды. Анатомиядан курс өтемін деді да. Соның курсына қатыстық, енді біршама пайдасын берді, енді 100% деп айта алмаймын. Одан кейін жаңағы қазір көбіне таныс студенттердің барлығы біледі, Қуанышты медицина деген канал бар. Сол жерде біз Қуанышбекке қатысқанбыз ЭКГ бойынша. Енді ол өз уақытында пайдасын берді. Сондықтан курстардың
пайдасы бар деп ойлаймын. Енді қазіргі кезде сабақ оқуда негізі қиын болмау керек деп ойлаймын. Себебі қазір ютубтарда видеолар бар ғой, дұрыс па? Кез келген сабақтан іздейсің, ютубтан видео шығады, дайындаласың. Ал біз кезде ондай ютубтан видео көру деген нәрсе болмаған. Бізде тек қана бір-ақ жол тек кітап оқу ғана болған. Сіздердің даму жолдарыңыз керемет қой, былай қарасаңыздар. Шынымен енді жоқ, сендерде жеңіл деп ойлаймын. Себебі қазір бүкіл информация жинауға не бар, возможность бар. Одан кейін ютубтан кез келген тақырыпты ашасың, сабақтан бұрын бір рет көріп шығасың, дайындаласың и информация көп жинай аласың. Ал біз кезде тек қана кітапты ғана ашып оқисың и сол информациямен шектелетін едік. Енді біз кейбір группаластармен неге барып Қазақстан ұлттық кітапханасында оқып сабақ орындайтын едік ол кезде, бірінші, екінші курста. Екінші курстан кейін ары қарай кітапханаға бармайды қойдық, шын айтайық. Сіздің сөзіңізге тие кетейін осы ағай. Сіздерден естіп қалып жатамыз ғой. Біздің кезімізде сендерге қарағанда қиын болды деп ше. Біз қуанамыз да қайта. Осы кезде оқып жатқанда, себебі бізде қазір модульная система, сәл жеңілдетілген, оңайды, сабақтарды уақыт-уақытысымен тапсырып кетеміз. Ал сіздердің уақыттарыңызда 10 пәнді бір күнде тапсыратын болған екенсіздер. Иә, 8 сабақ болған бізде, ол кезде өте қиын болатын еді. 8 сабақта тест центрға барамыз дағы, бір күнде 4 сабақтан тестін тапсырамыз, бірақ та ауызшасынан келген кезде 8 сабақты бір күнде, яғни 5 минуттан уақыт бөледі, сонда тест тапсырып шығу керек болған. Өте қиын болатын еді ол система бойынша. Бірақ бір жағы өте көп көмек тиді деп айта аламын, өйткені бізде фундамент болуға көп септігін тигізген. Жүйелі түрде өте жақсы система еді ол кезде. Мысалы, бірінші тақырыпта біз жүйке жүйесін өтетін болсақ, бірінші анатомиясын өтеміз, одан кейін барып физиологиясын үйренеміз, одан кейін патофизиология, патоанатомиясы, одан кейін соңында барып біз тек қана фармакологиясын оқитын едік. Сонда бізде бір күшті бір фундамент қалыптасты деп айтамын. Сондықтан жаңа асфендияровқа түсетіндер қиналмаңдар, сабақ барлығы оңай. Просто концентрацияны дұрыс қойсаңдар барлығы жеткілікті. Ағай, жаңа айтып жатырмыз ғой, Вивек туралы да айтып жатырық, уақытын тиімді пайдаланады, қыдырып та үлгереді, сабағын да оқып үлгереді деп. Бірақ мен өзім таныстарымды көремін осы университетте. Университеттің осы активный өміріне белсенді араласады да, бірақ қаншалықты университетке активный өміріне белсенді араласқанына қарамай сабақтар төменді. Осы сізден сұрайын дегенім, сіз осы университет қабырғасында оқыған кезіңізде активист болдыңыз ба, және оның пайдасы бар ма, болу керек па деген сұрақ. Енді университет кезінде басына біз қатысып жүрдік, ұйымдарға активист болуға тырыстық. Одан кейін менде сабақ үлгерім сәл нашарлай бастағаннан кейін ол ұйымдардан мен шығып кеттім, шын айтайын. Қазір күнде менде студенттер бар, мысалы сабақ берген кезде келеді, активист, ол университетте қатысып жүреді, бірақ та сабақына келген кезде өте нашарлау оқиды. Сондықтан мен ойлаймын, ол студенттің өзіне байланысты, если екі жақты да тең дәрежеде алып жүре алса, барса болады сондай ұйымдарға. Ал если онда сабаққа көңілді көп бөле алмаса, оның активист болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені ертең активист болып жұмыс атқарады, университетті бітіреді, ары қарай жұмыс істеу үшін өмір бақи ол активист болып жүрмейді ғой, дұрыс па? Сондықтан ол өзінің маманын жетік білу үшін барынша өзінің сабағына көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Біздің жол бөлек, оның жолы бөлек деген. Иә, сондай ғой ол. Енді ол қысқа мерзім университеттің ішінде ғана болып жатқан ұйым ғой енді, дұрыс па? Соған қатысады неге? Ал ары қарай одан кейін дәрігерлік жұмыс атқару керек. Сондықтан ол сабақты дұрыс білмей ертең бітіріп шыққанмен ол ешқандай былай айтқанда пайдасы болмайды. Просто көп студенттің андай қате түсінік бар да. Осындай ұйымдарға қаншалықты көп қатыссам, менің жоғары көтерілім немесе жаңа жақсы балл алуым, статусым артады. Жоқ, мысалы сабақ кезінде де болады, кейбір студенттер ағай, мен мына ұйымда жұмыс атқарамын, мен мынандай нәрсе атқарып еді, бірақ оның ешқандай сабақ қатысы жоқ, мен оны ешқандай ескермеймін де. Өйткені сабақ кезінде ол студент қалай жауап берсе, сол бағаны алу керек. Ондай мен активистпін, не болмаса мына неде жұмыс істеймін деген нәрселер, олар ондай нәрсе өтпейді. Жалған түсінік, иә? Иә, жалған түсінік. Өйткені барынша біз мақсат не? Біз болашақта мықты дәрігер болу, дұрыс па? Сол нәрсеге бағыттау керек. Керемет. Так, енді сабаққа байланысты ағай. Осы 3-ші курста, мен жалпы осы универде 3 жылымда 3-ші курста қатысқандай олимпиадаларға қатысқан жоқпын да. То есть сіздің арқаңызда әрине сол көбінесе международный жаңағы халықаралық фармакологиядан жарыстарға қатыстық, ғылыми жобалар жаздық. Вот сұрақ, ғылыми жоба мен олимпиадалардың пайдасы бар ма студенттерге, және ол болашақта бізге қандай плюс болады? Енді оның пайдасы өте көп деп айта аламын, өйткені студент сабақтан бөлек қосымша ізденеді. Мысалы, олимпиадаға дайындалу керек болса, алдын ала қандай сұрақтар болады, қандай тақырыптар беріледі, дұрыс па? Енді ол өтілмеген тақырыптар болса, студент соны ізденеді, кітаптан оқиды. Мысалы, кейде бізде болды, рецептура бойынша олимпиада болған кезде тоже рецепт жазуды студенттер дұрыс білмеген үшін қосымша келіп үйренді, қайтадан не істеді, ізденді деген сияқты сондай бір көмегі тиеді.
өйткені ол ғылыммен өзін дамытуға, болашақта енді ғылым дамыту үшін, өзін бір жеке тұлға ретінде дамыту үшін не керек? Жан жақты ізденеді, қосымша әдебиеттерді оқиды, керекті заттарды көбісін үйрен. Сондықтан мен ойлаймын, ғылыми жұмысқа араласу, олимпиадаға қатысу ол үшін үлкен бір жетістік болып табылады. Ол жерде қатыстың өзіне бірінші орын алу керек емес. Ол жерде бірінші басында қатысасың, ол жерде көптеген достар арттырасың, шетелдік студенттерді көресің, олармен қарым-қатынас жасайсың, олимпиаданың барысы қандай болады, қандай сұрақтар болады, қандай ерекшеліктер бар. Кейбір жағдайда білеміз, өзіміз естімеген информациялар болып жатады ол жерде. Соның бәрін үйреніп, ақырындап өзіңе сабақ аласың, үлгі аласың. Сондықтан бір өзіңнің бір дамытуға деген үлкен бір құлшынысты жол ашады деп ойлаймын. Қорықпай олимпиадаларға қатыса берсе. Қатыса беру керек. Ол жерде ойламау керек. Мысалы, 1-2 рет қатыстым, мен ешқандай орын алған жоқпын, тек қана сертификат алдым деген нәрсе емес. Ол жерде өзіңді дамыту. Ол саған қатысса, көптеген сол сабаққа қатысты қаншама бір керекті дүниелер айтылады. Соларды көресің, клиникалық жағдайлар қойылады, сұрақтар, оларды қалай жауап беру керек. Мысалы, фармакология болсақ, жаңа бір препараттар болса, соның барлығын сол жерде көресің, үйренесің. Бір жақ ортаның алдында қалай сөйлеу керек, олардың өзіне қалай өзің ұстауың керек, емін еркін ойыңды қалай жеткізу керек сияқты барлық нәрсені өзің бойыңа сіңіресің. Сондықтан мен ойлаймын, бүкіл студенттерге сондай бір олимпиадаларға қатысу не істеу керек, өйткені өзінің бір мамандығына байланысты. Былайша айтқанда ұтылмайды. Иә, ұтылмайды. Ол плюс жағы көп болуы мүмкін, ешқандай ол ұтылмайтын не деп айта аламын. Мен шынымды айтсам, басында ұялдым ше, олимпиадаларға қатысуға қорықтым да. Одан кейін сіз нені жібересіз, олимпиададан тіркел деп. И тіркелем, бірақ қорқамын, страшно қорқамын ше. Сосын сіз бір рет WhatsApp-тан жазып жіберіңіз ғой, біліміңе сенсең қорқудың керегі жоқ деп ше. И содан кейін сол миға отырды да сол сөз. И қазір ойлаймын да, олимпиадалар неге жақсы ғой деймін да. Барлық нәрсені қазір мысалы үшін менде Өзбекстаннан достар бар да, и олардың білім деңгейіне қатты таңғалғанмын ше. Осы былтыр Дархан екеуміз физиологиядан олимпиадаға қатыстық та, бірге қатыстық. И мен ұялатын едім ортаның алдында сөйлеуге ше. И Дархандар шығады да, кәдімгі өздерін көрсетіп, активист. Мен Дарханды үлгі тұтамын өз басым. Өте керемет жігіт. Келесі ағай мынандай сұрақ бар да. Бейбекті көп аузымызға аламыз ғой. Мен өзім үлгі тұтамын, ол жігітті танимын. Жаңағыдай сабақтан тыс мен өз басым 1-ші, 2-ші, 3-ші курстарда только концентрацияны сабаққа қою керек, жаңағыдай ақша табам деп жұмыс жасағанды мен өз басым қолдамаймын. Сіздің ойыңыз қандай осы медицина университетінде оқитын студенттер? Енді әркімді әрқалай ғой. Мен өзім мысалы 6-ші курсқа дейін жұмыс істеген жоқпын, шын айтайын. Тек қана үйден ақша алып, соның арқасында оқыдым. Ал кейбір достарым болды, группаластар болды, өздері жұмыс істеп, ақшасын да тауып, сабақтарын уақытылы үлгергендер болды. Сондықтан мен ойлаймын, негізі өзім жеке пікірім, енді жағдайға байланысты, отбасылық жағдайға байланысты бір жағынан, екіншісі барынша сабаққа көңіл бөлген дұрыс деп ойлаймын. Жұмыс істеген кезде де негізі медицинаға байланысты жұмыс атқарса дұрыс, өйткені өзіне база болады. Ал кейбіреулер болады, қазіргі күнде көріп жатырмыз, жұмыс істейді, медицинаға қатысы жоқ, бірақ та сабақтарға үлгеріп келмейді, кейде келеді, кейде келмейді, әйтеуір бағасын алып, сондай жүретін студенттер бар, ертең болашақта өздері қандай дәрігер болады деген ой туындау керек деп ойлаймын оларда. Сондықтан менің пікірім, сол 5-ші курсты бітіргеннен кейін жұмыс істесе дұрысырақ деп ойлаймын. Я болмаса осы медицина саласы бойынша, иә? Саласы бойынша. Енді кейбіреуінде түсінуге болады, отбасылық жағдайға байланысты істеуі мүмкін. Кейбіреулер болады, тек мысалы ақша көбірек тапса, сол ақша қызығып, медицинаны бір шетке сүріп қояды, одан кейін ары тек қана ақшамен айналысатындар болады ондай. Негізі ертең болашақта шынымен ол мықты дәрігер болғысы келе ме? Сол үшін барынша сол мамандыққа көңіл бөлген дұрысырақ деп ойлаймын. Алғашқы инъекциялар ше қалай болды? Алғашқы инъекция жасау, енді біз 1-ші курстан кейін практикаға баратын едік. Сол кезде бізді 1-ші курста неге жіберді? Бір хосписқа жіберді. Сол хосписқа бардық тағын, енді студенттер жүрміз, бізге қызық. Сол күні дежурства қаламыз деп барлығымыз 10 адам қалдық. Енді группамен қызық қой енді ол жерде жүру. Сонымен инъекция үйренеміз деп бәріміз дайындалып келдік. Сөйтіп бірінші сол кездегі пациенттерге бір травмамен келген пациент бар екен, сол жерде жататын. И сол кісіге жасап, бірінші алғашқы инъекция сол жерде болды. Біріншісі қорқыныш болды, шын айтайын. Қасымызда медсестра үйретіп тұрды, қалай жасау керек екенін. Бірінші жасадық.
одан кейін как өзіміз бір герой сияқты сезіндік қой енді. Болды, бәрін білеміз, үйрен деген сияқты. Бірақ содан кейін ақырындап үйреніп кеттік. Одан кейін екінші жасаған өзімнің ата анама инъекция жасадым. Ауылға барған кезде, сол ауырған кезде өзім инъекция жасадым. И сол арқылы үйрендік. Бір жағы маған әкемнің өзі не берді, өйткені жасап жатқанда уайымдама, бәрі жақсы болады, ештеңе етпейді деп, екінші инъекцияны өзі әкеме жасап көрдім. Мынандай ой туындап тұр да менде ағай. Бағанан бері сұрағым келіп отыр еді. Көп студенттер осы қиыншылыққа шыдамайды да университетте ше. Сынып қалып жатады, немесе төмен баға алып қалса, я болмаса лето передача қалып кетсе сынатта, и медицинаны тастап кетеді, немесе тастап кеткісі келеді. Сізде сондай жағдай болды ма? Менде ондай жағдай болғанда енді айтайын ба айтпайын деп отырмын. Айта беріңіз. Ашық интервью, барлығы ашық. Енді 4-ші курс кезде біз блокты сабақ өтеміз. Сол кезде педиатрия бойынша сабақ оқыдық. Сессия басталды, тест орталығына келіп тест тапсырдық. Ол кезде бізді сотка, енді бәрімізді қазір сондай ғой, енді сотканы тексереді, ешкім шпарка қолданбау керек деген сияқты. Әйтеуір тығып алып кіріп ішіне үлгердік соткамды. Сонымен тесттен 100 балл жинадым, қасымда 2 группаласым отыр еді. Олар көмектесіп жіберші дегеннен кейін мен ананы сұрақты оқы дедім, сұрақты оқыды, мен онша сұрақты білмедім. Содан кейін қазір деп мен қалтамнан сотканы шығардым да, сотканы іздеп жатыр едім. Сол іздеп жатқан кезде уже тест орталығындағы қызметкерлер көрді, содан кейін ұстап алып тағын шығарып жіберді мені. И ойладым, ол бәрі ештеңе етпейді деп. Одан кейін екінші этапқа барған кезде группаластарым бәрі кіріп жатыр, менің фамилиям шақырмайды. Содан кейін кірдім де сұрадым, неге шақырмай жатсыздар десем, сенде тест орталығында 0 балл тұр деді. Жоқ, мен тесттен 100 балл алдым ғой десем, жоқ, 0 тұр деді. Сонымен тест орталығына келдім, келсем олар маған акт жазды, яғни сотка қолданған үшін. Сонымен лето қалатын болдым, сондай жағдай болды. Сол кезде қатты стресс болды менде, өйткені ол үлкен модуль, ол қыркүйектен бастап ноябрьдің соңына дейін өтілген сабақ, кредит санды өте үлкен, не істерімді білмей 2-3 күн бойы менде стресс болды сол кезде. Деканатқа бардық, деканаттан сұрадық, сол кезде бір хабар айтты, биыл кредит саны сыймайтын болса, кімдер неге лето қалды, олар перекурске деген әңгіме айтылды. Оны біз 2-ші семестрден кейін ғана шешеміз, пока оған дейін белгісіз, пока басқа сабақтарға бара бер деп айтты. Содан кейін бізде акушерство гинекология сабақ блок басталды, сабаққа барасың, негізі былай құлшын жоқ, ештеңе оқығың келмейді, бағана ой кетпейді. Сонымен тағдана блок бітем дегенше барып сабағын айтып жүресің, бірақ ешқандай не жоқ та, желание жоқ сабаққа. Сол нені күтіп жүрдім көктемді, потом көктем келгеннен кейін соңында айтты, жазда оқуға болады, семестрға сыяды екен кредит саны деп. Содан кейін ғана келесі модульдің сабақтарын дұрыстап оқи бастадым. Өйткені менде сол кезде қатты стресс болды сол жағдайда. Енді стресс болатындай жағдай ғой, каждый адам басында болады. Менде сондай бір стресс болған. 1-ші курста біз онлайн оқыдық қой. Сол кезде тесттің барлығын онлайн тапсыратын едік та. Сонда мен жаңа тапсырып отырамын. Жоқ, көшірген жоқпын. Мен өшіп қалады тесттің. Менде стресс болады таңдай. Сразу қорқыныш болды. Мен лето қалып кетемін ба деген ой болды, өйткені тесттің өшіп қалды. Ал на самом деле базадан өшіп кеткен екен да. Сондай стресстер болып тұрады негізі. Иә, өте қиын болды, бірақ әлі естен кетпейтін стресс менде ол. Енді сіз түгінде стресс бізге бұйырмақ қойсын әлі. Иә, ешкім студенттер басына түспесін. Сонда көмектесем деп өзіңіз не істеп қалдыңыз, Иә, сотка қолда, енді бір жағы дұрыс емес болған мен жақтан ғой, ол өйткені сотка қолданбау керек еді. Мен сотканы шығардымдағы неден интернеттен іздеп тауып берем деп, сотка қолданып жатқанда ұсталып қалдым сол кезде. Иә, студенттер бәрінде болады ғой сондай. НБ-лар ағай, қазір өзіңіз де мұғалімсіз, НБ қоятын шығарсыз. Өзіңіз НБ алдым дедіңіз. НБ-лар студенттің сабақ үлгеріміне қалай әсер етеді? Біз кезде, НБ алған кезде, ол бір сабақ 0 болып есептелінеді ғой. Қазір кезде ондай емес, өйткені бір жүйеден 3-тен артық НБ болса, уже олар неге қалады? Автомат түрде лето қалады. Сондықтан қазір таңда НБ-ның несі маңызды деп ойлаймын. Бір таныстарда сондай болды. Бір сабақтан, мысалы, бір физиология сабағынан НБ алды, одан кейін тағы бір сабақтан НБ. Өйткені модуль кезінде 3-4 сабақ оқылады ғой, дұрыс па? Сол бәрінен бір НБ алғанды ойлаған, бір НБ ештеңе етпейді ойлаған. Оказывается, соңында ол барлығы қосылғаннан кейін 4 НБ болып,
сол МБ-ны деп перекурс қалып перекурс оқып жүргендер де бар. Сондықтан МБ-ға өте қатты мұқият болу керек. Сабақтан қалмау керек. Салғырттықпен қарамау керек. Барынша сабақты жібермеу керек. Мына сұраққа көшсек, қазіргі таңда универден тыс өміріңіз қалай? Қазіргі кезде универден тыс өмір дегенде қазір фармако кафедрасында сабақ беремін сол жерде. Оған дейін негізі мен интернатура кездерінде Алматыдағы 3-4 медколледжде жұмыс атқардым. Одан кейін Крымуда да тоже сабақ бердім. Одан бөлек енді қосымша енді ол жұмыстан кейін Қазақ радиосында жұмыс істеймін. Бұл жерде радио жүргізушімін. Сондай жұмыс атқарамын негізі. Бізге де ағай сондай жан-жақты бола аламыз ба? Енді жан-жақты болуға болады, өйткені адамның өзінде бір талпыныс болса, уақытын дұрыс пландай алатын болса, оларға уақыт табуға болады барлық нәрсеге. Адам өзің неге қызығады, қандай қызығушылығы бар, қандай алдына қойған мақсаты бар деген сияқты кез келген нәрсеге қол жеткізуге болады. Ол үшін міндетті түрде өзің уақытты дұрыс жоспарласаң, бәріне қол жеткізесің. Осымен келісем, өйткені мен 3 жыл бойы андай ой болған менде. Только сабақ. Ал қазір енді түсініп жатырмын да, ол сабақпен қатар басқа да жұмыстар алып жүруге болады екен. Өзің қандай ой түйдің, Дархан? Ол вообще подкаст осымен негізі соңына келді, подкаст сұрақтарымыз бітті біздің, но подкаст өте мощный болды. Каждый раз осы Шахмұрат ағаймен сөйлескен кезде каждый раз біз жаңа нәрсе аламыз и жаңа нәрсеге үйренеміз. Мотивация береді бізге. Мотивация береді. Ағайдың арқасында қаншама осы біраз жылдың ішінде біршама международный жарыстарға қатысып жүлдегер болдық. Осындай сізге үлкен рахмет. Енді біздің сізге арнап кішкентай сыйлығымыз бар. Ағай, бізге беріп жатқан біліміңіздің арқасында сізге өмірде сәттілік тілейміз. Жұмысыңызға береке тілейміз. Отбасыңыз аман болсын. Осындай тек биіктерден көріне беріңіз. Мына біздің Дархан екеуміздің атымыздан кішкене сертификат Қазақ Репабликтен барып өзіңіздің керек затыңызды аласыз. Сізге рахмет. Осымен подкаст аяқталды, достар. Ұнаған болса, видеоға коммент жазамыз, лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.